Пайғамбарымыз хадисінде кімде кімнің Құдайдан сұрап жүрген дүниелік және ақыреттік кез келген бір қажеттілігі болса, жақсылап дәрет алғаннан кейін 2 рәкат намаз оқысын деген. Кейбір хадистерде бұл намаздың 4 рәкат екендігі жөнінде де хабар келген. Бұл қажет намазы. Қажет намазын бір бөлім ғалымдар құптан намазынан кейін оқыған дұрыс деп айтқан екен. Егер біз осы намазды 4 рәкат қылып оқитын болсақ, кейбір кітаптарда бұлай оқу үлгісі келеді. Бірінші рәкатта Фатиха сүресінен кейін 3 рет аятул күрсиді оқимыз. Екінші рәкатта Фатиха сүресінен кейін Ихлас сүресі. Үшінші рәкатта Фатиха сүресінен кейін Фалақ сүресі. Төртінші рәкатта Фатиха сүресінен кейін Нас сүресін оқимыз. 2 рәкатта оқуға болады. Егер біз бұл сүрелерді білмесек, басқа кез келген білген сүрелерімізбен оқи береміз. Намазға ниет еткен кезде қажет намазын оқуға деп ниет етеміз. Намаздан кейін қолымызды жайып, Құдайдан дүниелік және ақыреттік кез келген қажеттілігімізді сұрай береді екенбіз. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.